Ана тілі терминінің авторы кім деп ойлайсыздар? Әрине, Ахмет Байтұрсынұлы. Ол қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, қазақ тілінде оқуын жалғастыруға күш жұмсаған ұлт ұстазы. Әліппе мен тұңғыш ана тілі оқулықтарын ғылыми айналымға түсірген ғалым. Ахмет Байтұрсынұлы қазақша әліппе түзіп, яғни араб әліпбиінің негізінде ұлттық әліппеге реформа жасап, өзгеріс енгізіп, лингвистика терминдерін алғашқы болып қалыптастырды. Қазақ тіл білімінің негізгі салаларының дыбыс жүйесінің, фонетика, сөз жүйесінің, морфология, сөйлем жүйесінің, грамматика, ғылыми негізін салып берушілердің бірі және бірегейі. Бұл іргелі зерттеулер бірнеше оқулыққа арқау болып, күні бүгінге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. Ахмет Байтұрсынұлы 1910 жылдардан бастап қазақ жазуы мен графикасымен айналыса бастайды. Сол күнге дейін өзге түркі халықтары сияқты қазақтарда пайдаланып отырған араб таңбалары таза сол күйінде қазақ тілі үшін қолайлы емес екендігін біліп, оны қазақ тілінің дыбыс жүйесіне икемдеп қайта түзуді қолға алды. 1929 жылы 1 мамырда өз қолымен жазған орыс тілінде өмірбаянында 1901 жылдардан бастап бала оқытқан кездерден бос уақыттарымда өз бетімен білімімді толықтырдым, әдебиетпен шұғылдандым. Ал Орынборға келгеннен кейін ең алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын зерттеуге кірістім. Одан кейін қазақ алфавитін және емлесін ретке салып, жеңілдету жолында жұмыс істедім. Үшіншіден, қазақ жазба жұмысын бөгде тілдік қажетсіз сөздерден арылтуға, синтаксистік құрылысын өзге тілдердің жағымсыз әсерінен тазартуға әрекеттендім. Төртіншіден, қазақ прозасының, яғни іс қағаздар тілін, публицистика мен ғылыми тілін жасанды кітаби сипаттан арылтып, халықтың сөйлеу тәжірибесіне икемдеу үшін ғылыми терминдерді жасауға кірістім, және стильдік өңдеу үлгілерін көрсетумен шұғылдандым деп жазады. Жазу мәселесі деген үлкен мақала жариялап, онда кейбір дауысты дыбыстарды таңбалау жайындағы өзінің пікірлерін айтады. Араб графикасын қазақ жазу үшін былайша лайықтап алуды ұсынады. Бірінші, араб алфавитіндегі жуан дыбыстарының таңбаларын алмау. Екінші, қазақ тіліндегі ы, е, и, о, у дыбыстарының әрқайсына таңба белгілеу. Үшінші, к, г дыбыстарынан басқа дауыссыз дыбыстармен келген сөздердің жіңішкелігін, яғни қазіргі ә, е, у дыбыстармен айтылатындығын білдіру үшін сөздің алдынан дәйекше таңба қою. Сонымен қатар оның 1912 жылдардан бастап ұсынған осы алфавитті негізге алған жаңа жазуы, жаңа емле іс жүзінде қолданыла бастады.